Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі-бар арнасы. Бүгінгі сұрақтарда сіз өзіңіздің қаншалықты тапқыр екеніңізді байқайсыз. Мен сізге сұрақ қоямын, ал сіз рас немесе өтірік деп қана жауап бере аласыз. Ендеше кеттік. Алғашында Нью-Йорк қаласы жаңа Амстердам деп аталынған. Бұл таза шындық. Жаңа Амстердамның голландықтар негізін салған, бірақ екінші англо-голландық соғыстан кейін қала ағылшындардың қолына өтеді. Міне солар қаланы Нью-Йорк деп атаған. Эйфель мұнарасы жазда қыстан қарағанда ұзынырақ. Эйфель мұнарасы толықтай металдан жасалынған, ал бәріміз білетіндей металл ыстық күнде үлкейеді. Міне сол себепті Эйфель мұнарасы жазды күні қыстан қарағанда 15 сантиметрге ұзынырақ. Адам мен бананның ДНК-сы 95%-ға сәйкес келеді. Бұл өтірік. Біздің ДНК шынымен де банандыкіне ұқсас, алайда ұқсастығы тек 15%-ды құрайды. 8 аяқтың 2 жүрегі болады. Рас па, өтірік пе? Бұл барып тұрған өтірік. 8 аяқтың бақандай 3 жүрегі бар. Олимпиададағы алтын медаль негізінде күмістен жасалынады. Иә достар, бұл рас. Олимпиаданың алтын медалі толық күмістен жасалынады, тек сырты ғана алтынмен жалатылады. Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған бәрі-бар арнасы. Бізде бәрі бар.